Корпоративке көйлек іздеп жүріп, бір еркекке ілініп қалдым. Оқыс оқиға осы Алматы қаласында орын алды. Видеоны бастамас бұрын қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Өскелең ұрпақ осы оқиғалардағы келеңсіз жағдайлардан өздеріне сабақ алсын деген мақсатта ашылған арна. Мен ешқашан корпоративке барып көрмегенмін. Себебі декреттен декретке деп жүріп, оған жете алмадым. Осы жылы корпоративке әдем болып барайын деп, әлеуметтік желіден көйлек іздеп бастадым. Бір дүкеннен маған ұнайтын көйлек көріп қалып, сонда барамын деп шештім. Балаларым ата-әжесінде, күйеуім түнгі кезекшіліктен шығып ұйықтап жатты. Әдем болып шығайын деп, бар әдемі киімімді, әдемі қымбат әшекей бұйымдарыммен иіс суымды сеуіп, түрімді де ретке келтіріп шықтым. Бірақ қоғамдық көлікпен барамын деп шештім. Себебі менде көлік жоқ. Асығыс болмағаннан кейін таксиге де отырмадым. Аялдама үйімізден алыс жерде, шамамен 1 шақырымнан аса 10 минуттық жаяу жүретін жерде. Қыс, қар жауып, боратып тұрды. Үстімде қара жағалы киім, басымда қып-қызыл керемет шәлі, қолымда алтын сағатым, алтын жүзігім, қоңыр аяқ киіммен қоңыр сөмкем болды. Жолдағы бүкіл ер адам түгіл, әйел адамдардың көзі менде болды. Менің көзқарасым бойынша. Аялдамаға бара жатқанда, жарты жолда жасы үлкен, шамамен 50-ге таяған кісі маған аузы ашылған күйде мені көз қарасымен шығарып салғанын бақыладым. Түр бермей өтіп кеттім. Артыма көз салсам, менің артымнан алыстау жерде еріп келе жатқанын бақыладым. Іштей қорқа бастадым, себебі мен өтіп бара жатқан жерде ешбір тірі жан болмады. Үйлердің шеткі бұрылысы адамдар көп жүре бермейтін жер еді. Жүрегім дүрс-дүрс. Өзің үшін бір әдем болып көшеге шыға қояйын десең осы. Қазіргі адамдарға сенім жоқ. Ешкімге сенуге болмайды. Әкеммен жасты адам менің артымнан еріп келе жатыр. Жақсы оймен еріп келе жатпағаны анық әрине. Қадамдарымды жиілетіп бастадым. Телефонмен сөйлескендей кейіп таныттым. Анама дауысты хабарлама жазып жібердім. Бейне бақылау болмай қалып жатса, не болғанын білсін деп, көшені нақты қай жерден өтіп бара жатқанымды бәрін жазып жібердім. Себебі қатты қорықтым. Ана кісінің үстінен ащы судың иісі шығып тұрғандай сезілді маған. Тез-тез жүріп, жартылай жүгіріп, адамдар көп жерге келдім. Аялдамаға да жеттім. Ана кісі болса жоқ болып кетті. Мені таппай қалған болса керек деп ойладым. Дүкеніме барып, керек көйлегімді таппай біраз жүріп, ақыры құр ол үйге қайттым. Сол қоғамдық көлікпен үйге қайтып келе жаттым. Аялдамамнан түсіп, бара жатқан жолды тағы жаяу жүріп келе жатсам, бағана көрген кісіні тағы да көрем. Сәйкестік пе, әлде ол кісі біреуді іздеп жүр ма? Мені аңдып жүр ма? Қыздарды аңдып жүр ма? Біле алмадым. Бірақ түрі күдікті болып көрінді. Маған тесіліп қараған көздері қорқынышты еді. Қасынан қорыққанымды білдірмей өтіп бара жатыр едім. Маған қарады да, бірдеңе сұрасам бола ма деді. Я бірақ асығыспын дегенім сол еді. Ары қарай не болғаны еміс-еміс есімде. Мен ештеңе сезбей, бірден құлап бара жатқанымда, осы кісі бірден құшақтап алды. Өзімді өте әлсіз сезініп, алыстан дауыстар естідім. Көзім жабылып, ал ары қарай не болғаны тіпті есімде жоқ. Көзімді ашсам, сол бағанағы жерде жатыр екенмін. Бірақ қасымда ешкімде, ештеңеде болған жоқ. Ал уақыт
2 сағат уақыт өткен. 2 сағат уақытта мен ес-түссізбін. Не болғанын, кім маған не істегенін, менің не істегенімді мүлдем білмеймін. Ал ана шал болса, қасымда жоқ. Сөйтіп бірден орнымнан тұрып, үйге қарай бірден жүгірдім. Есімде ештеңе жоқ. Құтты бір уақыт тоқтап қалып, мен ұйқыдан тұрғандаймын. Ұйқым да қанып қалыпты. Үйге келсем, үйде күйеуім жоқ. Қоңырау шалсам, шаруаларыммен кеттім дейді. Бірден дәретханаға жүгірдім. Не болғанын анықтайын дедім. Дәрігерге жазылдым, бірақ жуынған жоқпын. Ақылы дәрігерге барсам, ер адаммен болған іздері бар, бірақ денсаулыққа қауіпті ештеңе жоқ. Сізден жыныстық жолмен берілетін ауруларға анализ аламыз деді. Келісімімді бердім. Түн болды. Көңіл күйім жоқ. Бүкіл ойым сол болған оқиғада. Күйеуімнің бетіне қалай қараймын? Мен не істедім? Маған не болды деп түні бойы ұйықтай алмадым. Келесі күні жұмысымнан сұранып таңертең жұмысқа барған жоқпын. Бірден сол көше бойындағы дүкендердің бейне бақылау камераларын ақтарып бастадым. Ештеңе жоқ, сенесіздер ме? Ештеңе көрінбейді. Камералар бар, бірақ олар басқа жаққа қарап тұр барлығы. Дәл маған керек бейне бақылау камералары бәрі басқа жаққа қарап орналасқан. Бұл азғындық заңы, яғни закон подлости. Ол оқиғадан бері арада 1 ай уақыт өтті. Оқиғадан кейін мен ол аялдамаға мүлдем барған жоқпын. Басқа жердегі аялдамаға барам, және де бұл оқиға жайлы мен күйеуіме айтқан жоқпын. Бірақ күні-түні жатсам да тұрсам да тек қана осы оқиға менің басымнан кетпейді. Не болды, неге мен, ол кім? Әлде мүмкін мен сол жерде просто талып құлап қалдым ба? Ол барлығы жұмбақ болып қалды. Егер де толығырақ білгілеріңіз келсе, комментарийге пікірлеріңізді қалдырып, маған айтар ақылдарыңыз болса, жазып қалдырып кетсеңіздер болады. Осы видеодан кейін мен сол кісіні іздеп бастаймын деп шештім. Мен полиция қызметкерлеріне хабарласпаған себебім ешқандай дәлел жоқ. Ол тек менің ойымдағы нәрсе. Сондықтан да егер де бақылау камераларында түскен болса, оны іздеуге болатын еді. Бірақ білесіздер, полициялар біздің елімізде керемет бір жұмыс атқарады деп ойламаймын. Сондықтан да мен іздеу жариялап, біреуге арыз жазудың қажеті жоқ деп ойладым. Себебі менде ешқандай заттық дәлелдерім жоқ. Егер оқиғаның жалғасы сізге қызықты болса, комментарийге жазып кетіңіздер. 1 аптаның ішінде осы оқиғаны аяқтаймын деп өз-өзіме уәде бердім. Видео қызықты болса, лайк басып, каналға тіркеліп, видеоның астына өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Парақшада бұдан да қызықты шынайы өмірден алынған, 100% өмірде болған оқиғалар өте көп. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Осындай адамдардың қателіктерінен сабақ алсын деген мақсатта ашылған арна, сіздермен болған өмірден алынған арнасы. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.